Сәлем достар! Мінез ерекшелігіңіз туған айыңыздың сипаттамасына сәйкес келе ме? Туған айына қарай әйел адамның мінезі. Қаңтар. Бұл айда ең төзімді әйелдер дүниеге келеді. Ер мінезі болып келеді. Басындағы мәселені ешкімге айтпай, өзі шешеді. Тамақ пісіргенді жаны сүйеді, ал үй жинағанды ұнатпайды. Ақпан. Бұл айда қырсық әрі ауыр мінезі әйелдер дүниеге келеді. Өте ашулы болғанымен өзіндік төзімділігі де бар. Олар қиындықтан қорықпай, тез шешім қабылдайды. Алайда бұл шешімі әр кезде дұрыс бола бермейді. Тез ренжіседі және кек сақтағыш. Адамдармен жақсы тіл табысады. Сондықтан жұмыс жағынан жолы болғыш. Кішкентай сәбилерді жақсы көреді. Наурыз. Өте нәзік жанды әйелдердің өмірге келетін мезгілі. Сонымен қоса өте қырсық. Кей кезде өздерін бақытсыз деп санайды. Өздерінің ұялшақ мінездерінен жетістікке жете алмайтын кездері де болады. Сәуір. Бұл айда туылғандар өздерінің батыл мінездерімен ерекшеленеді. Өздеріне не керек екенін біледі және соған қарай жай, бірақ сенімді түрде алға жүреді. Эмоцияны ақылынан тартып артта жүреді. Мамыр. Сенімді және өз ісіне жауапты жандар. Көп кешіре бермейді. Соның кесірінен күйеуінен айырылысып кетуге дайын. Бірақ кейін бармағын тістеп қалуы да мүмкін. Ең бірінші орынға ақшаны қоятын жандар. Маусым. Шырайлы жаздың бірінші айында өмірге келетін нәзік жандылардың басты жағы ептілік. Олар өте ренжігіш және кек сақтағыш. Бірақ өте мейірімділігінің арқасында барлығын ұмытып кете береді. Өсекті мүлдем ұмытпайды. Желтоқсан. Қорықпайтын және әрбір қиындыққа қарсы жүзе білетін әйелдер. Адам талғамай сөйлесе береді. Романтикаға берік және өте сенімді құрбы. Егерде өз мінез ерекшелігіңізді видеодан көре алсаңыз, комментарий қалдырып кетіңіз. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Көп рахмет!